Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз бауыр қуырамыз. Бұл тағам өте пайдалы. Гемоглобинді көтеруге жақсы көмектеседі. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бауырды жуып тазалап аламыз. Сосын оның бетіндегі қабықты және ішіндегі тамырларды кесіп алып тастаймыз. Бауырды соломка қылып тураймыз. Бауырды тұздап, қолмен жақсылап араластырып қоямыз. Жуанды тураймыз. Табаға сұйық майды құйып ысытамыз. Майымыз ысығаннан кейін бауырды салып қуырамыз. Бауырды үнемі араластырып тұру қажет. Отымыз жоғары деңгейде болу керек. Бауыр қуырылып жатқан кезде түсі өзгере бастайды. Сол кезде өзіміздің талғамымыз бойынша тағы да шамалы тұздаймыз және қара бұрыш қосамыз. Қуырылып жатқан бауырдың суы тартылғаннан кейін жуаны қосамыз. Сосын тағы да араластырып тұрып қуырамыз. Жуамыз толық қуырылғанша дейін. Қуырылып жатқан жуаның суы тартылған кезде біздің бауырымыз дайын болады. Мінекей достар, біздің қуырылған бауырымыз дайын болды. Бауырды дәл осылай қуырсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Бұл бауырды түскі асқа осылай қуырып, картоп пюресімен тартса болады. Сонда өте тойымды тағам шығады. Видеоның астында комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егерде рецепт ұнаса, онда лайк баса кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.